Әрбір адам маңызды жобасы, мүгедектігі бар жастардың әлеуетін ашуға, олардың қоғам өміріне белсенді қатысуына және инклюзивті мәдениетті дамытуға бағытталған маңызды бастама. Бүгінде көптеген жастар білім алуда, жұмысқа орналасуда және қоғамдық өмірге араласуда түрлі кедергілерге тап болады. Сондықтан бұл жоба тең мүмкіндік қағидатын нақты іс арқылы нығайтуды көздейді. Жоба аясында мүгедектігі бар жастардың қажеттіліктері анықталып, жүйеленеді. Қолжетімді инфрақұрылым мен бағдарламаларды дамытуға көңіл бөлінеді. Сонымен қатар, жастармен жұмыс істейтін мамандардың инклюзивті құзыреті артып, қоғамдағы толеранттылық пен жауапкершілік мәдениеті нығаяды. Бұл бастаманың маңызды бағыттарының бірі жоғарғы оқу орындары мен орта арнаулы оқу орындарында студенттік омбудсмен институтын енгізу. Омбудсмен мүгедектігі бар студенттердің өтініштерін қабылдап, қолжетімділікті бақылауға, мәселелерді шешу бойынша ұсыныстар әзірлеуге және олардың құқықтарын қорғауға көмектеседі. Әрбір адам маңызды жобасы бұл тек қолдау емес, бұл әр жастың қоғам үшін құнды екенін дәлелдейтін, өзіне деген сенімді күшейтетін және шынайы инклюзивті ортаны қалыптастыратын нақты қадам.